Жемістер. Жемістер екіге бөлінеді: құрғақ және шырынды. Құрғақ бір тұқымды, көп тұқымды. Бір тұқымдыға жаңғақ, тұқымша, көп тұқымдыға бұршаққап, бұршақын, қауашақ. Шырынды бір тұқымды, көп тұқымды. Бір тұқымдыға сүйекті жеміс, көп тұқымдыға жидек, жидек тәрізді. Жемістердің түрлері бойынша тұқымдарының саны бойынша бір тұқымды және көп тұқымды болып бөлінеді. Өсімдік гүлдеп болғаннан кейін ұрықтанған аналықтың жатыны жеміске айналады. Барлық гүлді өсімдіктердің жемістері шырынды және құрғақ деп екіге бөлінеді. Шырынды жемістер шырыны мол, жұмсақ болады. Олар жидек, жидек тәрізді сүйекті шырынды болып бөлінеді. Жидек жемістің сыртқы қабығы жұқа, жұмсақ, ішінде тұқымдары көп, шырынды. Мысалы, қызанақ, жүзім, қарақат, картоп, баклажан жемістері. Жидек тәрізді жемістер көп ұялы, көп тұқымды. Жемістің сыртқы қабатында эфир майы көп, сары, қызғылт сары түсті. Ортаңғы қабаты мақта тәрізді, борпылдақ, кеуіп, ақ түсті. Ішкі қабаты етті, қалың, шырынға толы. Мысалы, апельсин, мандарин, лимон жатады. Сүйекті шырынды жемістердің сыртқы қабаты жұқа, ортаңғы қабаты қалың, етті, шырынды. Ішкі қабаты қатты сүйектенген. Бір тұқымды жемістерге шие, өрік, шабдалы, тағы басқа жатады. Сүйекті жемістердің құрғақ түрі кездеседі. Мысалы, бадам, грек жаңғағы, кокос, пальма. Жемістердің түрлері жеміс серігі бойынша құрғақ, шырынды болып бөлінеді. Жидекті жемістер қызанақ, қарлыған, жүзім, қарақат, картоп, алма жатады. Жидек тәрізділер апельсин, мандарин, лимон. Сүйекті шырынды өрік, шие, алхоры, шабдалы, долана, таңқурай. Құрғақ жемістердің қабығы қатты сүректенген, құрғақ кебу болады. Бұршақ қап бір ұялы тұқым саны біреу немесе бірнеше болатын құрғақ жеміс. Піскенде екі жағындағы жіктері өздігінен қақырап ашылады. Тұқымдары сыртқа ашылады. Бұршақ бедем. Бұршақын қос ұялы, ішінде ұзынша тартылған жұқа жарғақты пердесі бар. Піскенде жемістің қос жақтаулы төменгі жағындағы бастап қақырайды. Қырыққабат, шомыр, шалқанды жатқызамыз. Қауашақ 1, 3, 5 және көп ұялы, көп тұқымды. Түріне қарай қақырау жолы да түрлінше. Қанатты жеміс серігінің біраз бөлігі жұқарып қанатқа айналған, жел арқылы таралады. Үйеңкі, қайың. Дәнек бір тұқымды жеміс, тұқымы жеміс серігімен тұтасып, бірігіп кеткен бидай, жүгері, арпа тары, күріш жемістер жатады. Тұқымша дәнектен айырмашылығы жеміс серігі тұқыммен бірікпеген. Бақбақ, күнбағыс, өгейшөп, кекірем. Жаңғақ жемісті серігі ағаштан қатайып кетеді. Емен жаңғағы ағашқа жинақталған жемістер бір-бірімен бірікпеген, күрделі көп аналықтардан түзілген. Құлпынай, итмұрын жемістері шырынды болып көрінгенімен көп жаңғақшалы жинақталған жеміске жатады. Құрғақ жемістер асбұршақ, қырыққабат, көкнәр, емен, бидай, үйеңкі, күнбағыс.